Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазір болатын сабағымыз қазақ тілі сабағы 17-ші сабақ. Оқушылар, оқулығымыздың 38-ші және 39-ші бетін ашып дайындала қойыңдар. Бүгінгі танысатын тақырыбымыз нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Оқушылар, бөлім бойынша қорытындылайтын боламыз. 17-ші сабақтың бірінші тапсырмасына мұқият назар аудара қойыңдар. Мәтінді мұқият тыңда деген. Оқушылар менімен бірге мұқият оқып шыға қойыңдар. Бұл ай қыстың хабаршысы. Бұл айда жердің топырағы тоң болып қатады, қара суық күшейеді. Су бетіне қабыршық мұз қатады. Күн қысқарып, түн ұзарады. Кей жерлерді қар басады, кей жерлерде жауған жаңбырдың арты қарға айналады. Бұл қай ай? Оқушылар, бұл қай ай деп ойлайсыңдар? Егер біліп жатсаңдар, маған кері байланыс арқылы жолдасаңдар болады. Мәтіндерді бөліктерге бөл. Жоспарды толықтыр. Үлгі бойынша жоспарды толықтыра қойық. Қыстың хабаршысы, тоң болып қатуы дейді. Яғни келесі суықтың күшеюі деген сияқты үлгі бойынша жоспарды толықтырамыз. Және мәтіннің ішінде жанында жұлдызша тұрған сөздер, ол түсініксіз сөздер. Осы сөздердің мағынасын білу үшін кітаптың 119 бетіне назар аударамыз. Хабаршысы, тоң, суық, мұз сөздерінің мағынасын білу үшін оқулығымыздың 119 бетін аша қойыңдар. Сол жерден анықтай аласыңдар. Келесі, дәптерімізді ашып, бүгінгі күннің жадын жазамыз. Бүгін қыркүйектің 29-ы, тақырыбы мен не үйрендім деп жазамыз. Одан соң бірінші жаттығу деп жазамыз. Осы түсініксіз сөздерді дәптерімізге жазып аламыз. Хабаршы, тоң және қай сөздердің қасында жұлдызша тұр. Мәтінге назар аударайық. Жарайсыңдар. Осы жаттығуды жазып болған болсаңдар, келесі айтылым, оқылымға назар аударамыз. Екінші жаттығуға қараймыз. Мәтіндерді түсініп оқып шығыңдар. Әр мәтіннің қасында бұл қай мәтінге жататынына жазылған, бірақ ол қате. Өздерің дұрысын табу үшін әр мәтінге сұрақ қоя отырып, түрін анықтап, сәйкестендіресіңдер. Мысалға, біріншісін айтып берейін. Лашын қазіргі кезде сирек кездесетін табиғатта саны азайып бара жатқан құстардың қатарында. Сондықтан ол біздің елімізде қорғауға алынған деп тұр. Бұл яғни мәтіннің соңғы бөлігі пайымдау мәтін екен. Қалған екі бөлігі қай бөлігіне жататынын анықтап, кері байланыс арқылы жолдасаңдар болады. Бүгінгі сабаққа белсене қатысқан оқушыларға жарайсыңдар дегім келеді. Оқушылар, кері байланыс жіберуді ұмытпаймыз.